Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сағыныш өлеңі. Авторы Төлеген Айбергенов. Бүгін біз бұл сабақты екінші күн өтіп жатырмыз. Оқу мақсаты көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану. Автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу. Шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру. Үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданады. Бұл бағалау критерийлері: автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазады. Шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтау түрлеріне талдайды. Мынау сөз жұмбақты шешкен кезде біз сабағымыздың тақырыбын нақтылаймыз және үйге берілген тақырыпты қаншалықты оқығандарыңыз бағаланады. Ақынның алғашқы өлеңдер жинағы қалай аталады? Әнші Шәмші Қалдаяқовпен бірге жазған өлеңі. 1968 жылы шыққан өлең жинағы. Ақынның туылған ауданы қай аудан? Ақынның әйелінің аты кім? Алғаш рет Мұқағали Мақатаев редакцияға Төлегенді қалай таныстырды? Төлеген Айбергенов қай облыста мектеп директоры болып қызмет атқарды? Енді жауаптарыңызды сөз жұмбақтың жауаптарымен салыстырып көріңіздер. Ақынның алғашқы өлеңдер жинағы Арман сапары деп аталды. Шәмші Қалдаяқовпен бірге жазған өлеңі Ақерке жайық деп аталады. 1968 жылы шыққан өлең жинағы Құмдағы мұнаралар. Ақынның туған ауданы Қоңырат ауданы деп аталады. Ақынның әйелінің аты Урниса. Мұқағали Мақатаев Төлеген Айбергеновті редакцияға алғаш алып келгенде Сарағаштық Төлегенге таныстырды. Төлеген Айбергенов Шымкент облысында кешкі мектеп директоры болып қызмет атқарды. Төлеген Айбергенов туралы бейнені мұқият көріңіздер. Төлеген Айбергенов небәрі 30 жыл өмір сүріп, артында өлмес өлең қалдырған қазақтың даңқты ақындарының бірі Төлеген Айбергенов 1937 жылы 8 наурызда Қарақалпақстанның Қоңырат ауданындағы Кейінчкалов атанған Таңнұры ауылында дүниеге келген. Жалпы Қоңырат Бесқала атанған әйгілі бес шаһардың бірі, Хорезм ойпатының қақпасы іспеттес қала. Өткен ғасырдың басындағы қуғын-сүргін, аштық тұсында Ақтөбе, Маңғыстау, Қызылорда қазақтарының көбі жан сауғалап Бесқалаға ауған. Қарақалпақ автономиялық облысы 1929 жылға дейін қазақ СССР-на қарағаны да көп жайтты аңғартса керек. 1929 жылы РСФСР-дің 1936 жылы жалпы халықтық референдум негізінде Өзбек СССР-ның құрамына өтеді. Жалпы Бесқала өңірі қазаққа қай заманда да бөтен болмаған. Төлегеннің әкесі Айберген Ақтөбенің Доңызтау өңірінен Қоңыратқа 1916 жылғы дүрбелеңнің тұсында барған. Елге сыйлы, сауатты, аңғарымпаз, дегдар кісі болған. Ал анасы Жібектің тағдыры ақынның қызы Салтанат Айбергенова жазғандай өте ауыр тағдыр. Әкесі ерте қайтыс болып, шешесі ерінің ағайын туысын паналаған. Төлеген мектепті бітіргеннен кейін Ташкенттегі Низами атындағы педагогикалық институтта оқиды. Оқуын тәмамдаған соң өзімен бірге оқыған Ташкент облысының қызы Үрнисаға үйленіп, Қоңыратқа оралады. Жергілікті мектепте сабақ береді. Бірнеше жылдан кейін қазіргі оңтүстік Қазақстан облысының Сарағаш ауданына кешкі мектептің директоры болып ауысады. 1965 жылы Алматыға көшіп келіп, 1967 жылы Қазақстан жазушылар одағы жанындағы әдебиетті насихаттау бюросына қызметке тұрады. Алғашқы сапарын Қарақалпақстанда қазақ ақын жазушыларының кездесуін ұйымдастырудан бастаған ақын туған жерінде кенеттен ауырып қайтыс болады.
Ақтөбе қаласында Төлеген Айбергенов атындағы көше бар. Байғанин ауданы Миялы ауылындағы мектепке ақынның аты берілді. Төлеген Айбергенов өзінің шығармаларында туған жеріне, ата-анасына, жарына, балаларына деген сүйіспеншілігі әрі сағыныш туралы көп жазған. Осындай құпия сезімді ашып бейнелейтін ақынның шығармасы «Сағыныш». 30-ға да толмай дүниеден озған, алайда дәм-тұзының тым ерте таусылғанына қарамастан, оның поэзиясында өзге ақындардың ешқайсысында да кездеспейтін дүниеге деген ерекше бір сағынышты көреміз. Сағыныш жоқ жерде махаббаттың да, бақыттың да, адалдықтың да болмайтынына ақын ерекше тоқталып өткен. Оның шығармалары «Сағыныш», «Бір тойым бар», «Мені ойла», «Жаңғырған Маңғыстау», «Мен саған ғашық едім», «Өмірге саяхат», «Бақшаға саяхат» сурет кітапшасы, «Мир созвездия» таңдамалы өлеңдері, «Ақ ерке, ақ жайық», «Сені ойладым», «Қазақстан», «Ақ қайыңдар». Төлеген Айбергеновтың сағыныш өлеңінің көркемдік құрылымын тереңірек түсіну үшін метафора, метонимия, қайталау, инверсияны еске түсірейік. Метафора деген сыртқы не ішкі бір ұқсастығына қарап, бір нәрсені екінші нәрсеге балау, кейде жалғау арқылы, кейде көмекші етістіктер арқылы жасалады. Мысалы, арыстанмын, айбатыма кім шыдар деген өлең жолында арыстанмын деген сөз метафора болады. Метонимия біріншісінің орнына екінші нәрсені алмастырып айтады. Мұнда екі нәрсені бір-біріне баламайды да, теңемейді де, тек бірінің орнына екіншісін қолданады. Мысалы, мен екі аяқ іштім, екі кесе сорпа іштім дегеннің орнына екі аяқ іштім деп, астың орнына ыдысты айтып тұр. Қайталау сөз әсерін күшейте отырып, оқырман назарын айрықша аударғысы келген нәрсені не құбылысты бірнеше мәрте қайталап айтар ойды, ұқтырар сырды ұғымға мұқият сіңіре түсу. Қайталаудың біз анафора, эпифора түрлерін жақсы білеміз. Сөйлемдегі сөздерді дағдыдан тыс түрде қиюластырып құру, яғни сөйлем мүшелерінің нормадан ауытқып орналасуын инверсия дейміз. Олай болса, оқушылар, сіздерге тапсырма. Төлеген Айбергенов поэзиясының тілдік оралымы ерекше. Автор сағыныш өлеңінде әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың түрлерін шебер қолдана білген. Ендеше қайталаудың түрлерін, инверсияны, тұрақты тіркестерді, метафораны, метонимияны осы сағыныш өлеңінен тауып көріңіздер. Қорытындылау. Балалар, тапсырманы қалай орындадыңдар? Тапсырманы орындау сіздерге не берді? Тапсырманы орындау арқылы сабақ мақсатына жеттіңіздер ме? Тапсырманы орындау барысында үйренген 3 нәрсені атап көрсетіңіз. Үй тапсырмасы, эссе. Егер мен ақын болсам. Эсселеріңізде сағынышпен оянған, арманымды орап сезімге, жаным, көктемдегі тырналар, бақытым менің, қанат қақ, үмітке толы, арманға толы, әжелер бізді сағынған сияқты сөздерді қолданыңыздар.